Отағасының тамақ ішетін уақытына сақ бол. Ердің қарны тоқ болса, көңілі де жайлы, ашуы да тез тарқайды. Азаматыңның ұйықтайтын уақытына сақ бол. Өйткені тамағы тоқ, ұйқысы қанық, көңілі тояттаған ер қалағаныңды орындайды. Оған бір мәселе айтқың келсе, дәл осы сәтті пайдалан. Оның сырын сыртқа шығарушы болма. Әр оны басқа ортада мақтап, әрдайым тек жақсы қасиеттерін айтып жүр. Дайындаған жабылып қазақ қалмай, бидай көже қайнатылған қазанғандай. Жетідәннен қоралған сенің дәрің, жетәуіннен қоралған менің әнім. Жет адамнан сақталған бидай көже, бауырызда бапталған бидай көже. Жетідәннен қоралған сенің дәрің, жетәуінен қоралған менің әнім. Жет адамнан сақталған бидай көже, бауырызда бапталған бидай көже. Бидай көже бәрім шіркін дәмін қандай, бар тәтті тек өзіңе салынғандай. Татып сені таңдайым жағы қармай, жүр алмаймыз тойып алып жарылардай. Жетідәннен